Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттің қасиеті. Екінші сабақ. Сондықтан да сабағымызды бірден 5-ші тапсырмадан бастаймыз. 5-ші тапсырма бізде оқылым тапсырмасы, мәтінді мұқият оқуымыз қажет және негізгі идеяларды анықтауымыз қажет. Жалған солдат болуға біздің правамыз жоқ. Біз ерліктің екі бірдей мектебінен тәлім алдық. Біз шығыстың Қобланды, Тархан сияқты батырларынан ерлікті бір үйренсек, бауырлас орыс халқының қолбасшылары Суворов, Кутузовтардан екі үйрендік. Біз Исатай мен Махамбеттің, Амангелді мен Абайдың халқының балаларымыз. Біздің қылышымыз фашист немістің қанымен суарылуы керек. Серт осы болсын. Таң бозарып келеді. Артиллерия тағы да өзінің әнін бастады. Біздің кейінгі жағымыздағы орманнан атылған совет артиллериясының снарядтары үстімізден сыңылдап ұшып, жау бекіністерінің ортасына түсіп жарылып жатыр. Фрицтерге онша оңай тиіп жатпаған болар, деді көршім, Алматының кешегі бағбаны жауынгер шәріп жымыңдап. Әрине, немістің басына күн туса минометті ала жүгіретін әдеті. Міне, мина ашып келеді. Оның даусы бізге мәлім. Бірінен соң бірі 10 шақты мина жарылғанда тулаққа салып жүн сабап жатқандай болып естіледі. Тіс қаққан, күзем тойда болған қазақ жігіттер фрицтер күземге кірісті деп күлісіп тұрады. Жау оғының астында қасқайып күлісіп тұрған шығыс адамдарын жаным сондай сүйеді. Асылы біздің халық намыс қой. Өлімнен ұят күшті дейтін халық қой. Ел намыс үшін білген ер өлімі бізде қадірлі. Сондықтан біз өлімнен намыс жоғары дегенді жау оғының астында да қайталап айтамыз. Нағыз қиыншылық кезеңде менің көз алдыма шығыстың 28 батырының бейнесі елестейді. Жазғытұрым сол 28 батырдың бейітінің үстінен өттік. Шығыстың топырағы торқа ерлері жер астында жатқан менен қолын қысып амандасқың, тілдесіп сөйлескің келеді. Осыларша өлу біздің де дәстүріміз болу керек. Отан, жауынгер менің тағдырым сенің қолыңда дегенде 28 батырдың сертін жоғары көтеріп, бас иіп жауап беру керек оған, шығыс ұлы. Немістер бізді әр минометтің әрі артиллерияның снарядтармен атуда. Оқ астымен келіп шабуыл жасамақ. Танктың алыстан шуы естіледі. Қарсы атакаға дайындалыңдар деген команда берілді. Мықты бол шығыс ұлы. Біз қазір шабуылға шығамыз. Баубек Бұлқышев, Батыс майдан, 1942 жыл, шығыс ұлына хат. Балалар, сіздердің оқығандарыңыз Баубек Бұлқышевтың жауынгер майданда қызмет еткен, әрі кейін өзінің естеліктерін жазған жауынгер жазушы Баубек Бұлқышевтың шығыс ұлына хат атты хатынан үзіндіні оқып таныстық. Енді осы тапсырма бойынша 6-шы тапсырманы орындаймыз. Мәтіндегі автордың намыс туралы айтқан пікірлерін талдаңдар дейді. Намыс туралы не айтты? Қандай нақыл сөз айтты? Қазақ халқы намыс туралы не ойлайды дейді. Соны естеріңізге сақтап, соны жазыңыздар. Содан кейін өлімнен намыс жоғары деген тақырыпта ой бөлісіңіздер. Шынымен де өлімнен намыс жоғары ма? Неге бұлай жасаған? Намыс дегеніміз не? Осыған қатысты қандай мақал-мәтелдер бар? Естеріңізге түсіріп, өз пікірлеріңізді ортаға салыңыздар. Және де осы тақырыпқа байланысты 8-ші тапсырманы орындасаңыздар болады. Дербес пікір жазу. Дербес пікір жазу әдісі бойынша тапсырманы орындап алсаңыздар, келесі бетте сіздерге арналған тапсырма бар. Шығу парағы. Осы сабақтағы жетістіктеріңіз, оның себептері, сабақтағы кемшіліктерім және оның себептері. Жалпы тақырып түсінікті ма? Қандай ой түйіп жатырсыздар?
осы сабақта қандай жетістікке жеттіңіздер, қай тапсырманы өте жақсы орындадыңыздар, қалай оны өте жақсы орындадыңыздар, соның себептері және сабақтағы кемшіліктерім, сабақта қандай тұстан қателестіңіздер және оның себептерін көрсетіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.